Саламатсыздар. Бүгінгі айтпақшы болғаным не видео түсіріп жатыр десеңіздер, мына әзір мына дүниелік футбол болып жатыр. Соны әзір мен залда отырмын. Осы алдымда әзір футболдың жарысын қойып жатыр екен. Соны көріп қойып, сонымен бір жақтан әңгімелесейік деп. Сонда бүгінгі тақырып бұл қазақтардың дамуы болғанда қандай даму? Америкада қазақтарда талай қазақтар бар екен. Мен қарасам, мына не деген қалаларда, Бостон деген қалада, одан кейін және бірнеше басқа бір қалаларда қазақ қандастарымыз, бауырластарымыз бар екен. Соны мен ойласып жатырмын, енді бірнеше жылдан кейін, енді бірер жылда сол осы қазақ қандастарының барлығын Америкадағы көріп шықсам, бірге сұхбаттассақ, бірге жинасақ дегендей ойға қатысты қайткен уақытта мына осы қазақ ұлтының мәдениетін дамытқаны, тіпті де халықаралық сахнаға жіберетіндей деңгейге жіберіп дамыту қайткен уақытта жақсы болады, экономикалық жақтан да ұстамды. Одан кейін мына мәдени жақтан да ұстамды. Халықаралық қабылдау жақтан да ұстамды болатын, мораль жақтан және мына халықаралық қазіргі жағдай жақтан болған уақытта қайтып осы қазақ ұлтының дамуына үлес қосқаны болады. Қайткен уақытта біз осы қазақ ұлтымыз біз деген өте ұзақ тарих болмағанмен біздің қазақ ұлтта бізде де мына байлық, мәдени байлық мол, неше түрлі ұлттан қалыптасқан ұлт болғаннан кейін біздің қазақтың мәдени жақтан көп озғындылық жерлер бар, кемшілік жерлер бар деп айтсақ та болады. Бірақ негізінен мына озынды жерлері көбірек болады. Ал енді біз осыларды ойласу арқылы, зерттеу арқылы қайтып мына өзіміздің жансанымыз аз, мына дүниемен салыстырған уақытта жансанымыз оншылық көп емес. Сол үшін бір-бірімізге үлес қосуымыз керек. Өз еркімізбен үлес қосамыз ғой енді. Ешкім зорлап отырған жоқ бұл жерде. Енді барлығымыз сол енді өзіміздің мына чемпе елімізден мына ынтымақ үшін осы мына қазақ хандығы қайтып мына Россия басып алды дегенде, бұл негізінен осы ынтымақтың берекесі болмағандықтан соған сыртқы
пәлен уақыт, пәлен 100 жылдай уақыт сұрар қазақ елі. Ал енді біздің өз күшімізбен сол уақытта дербестік ұстағаны болатын еді. Ал енді сол уақытта қазақтарымыз енді әрбіреусі өзінің жеке мүддесі үшін ұлттықты құрбан қылды деген сөз бар. Жеке мүддесі үшін көпшілдікті құрбан қылды деген сөз. Ал енді одан да өздері жақсылық алған жоқ. Сондықтан ол бір сабақ. Ал енді көп санды адам тарихтан үйренудің қажет жоқ. Неғып дегенде, амали жағдайдан қараған уақытта әзір біз өте маңызды уақытқа келіп тұрмыз. Қазақ мәдениеті түркі мәдениетпен де ұстасып кетеді. Сондықтан біз түркі бауырдастарымызбен де ынтымақтығымыз күшті болу керек. Сонда біз әзіргі мынандай тарихи уақытта қазақты тіпті күшейтеміз, сұлуландырамыз, және бақытты қылғызамыз. Ұрпақтан ұрпақ мәңгілікке жалғасады. Қазақ жасасын.